Қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте жеңіл, дәмді салат дайындайтын боламыз. Ешқандай майонез қосылмайды, жасалуы оңай. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен біз осындай лисе салатымызды жақсылап жуып, тазалап, кептіріп, барлығында жақсылап туралатын боламыз. Қалауыңызша турасаңыздар болады. Өздеріңізге ұнайтындай қылып. Осылай барлығын турап аламыз. Енді осы турап алған лисе салатымызды ыдысқа салып барлығын. Және де бізге мұнда қияр мен қызанақ қажет болады. Осы қиярымыздың екі шетін кесіп тастап, ортасынан бөліп, жақсылап, үлкендеу қылып, әдемілеп турап шығатын боламыз. Осындай үлкен әдемі бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Осылай барлығын кесіп алғаннан кейін ендігі біз қызанағымызды кесіп алатын боламыз. Қызанағымызды дәл солай үлкен бөліктерге бөліп, әдемілеп кесіп шығамыз. Мына кесіп алдық. Ендігі осы қызанағымыз бен қиярымызды лисе салаттың үстіне барлығын салып аламыз. Бұл салатымыз біздің балықпен дайындалатын болады. Сол себептен осындай мен дайын тунец балығын қолданатын боламын консервадағы. Осылай балықтарымызды алып, үлкен бөліктерге бөліп, осылай жақсылап кесіп аламыз. Осылай барлығын жақсылап кесіп алғаннан кейін барлығын салып ыдысымызға. Ендігі мұнда біз майонез қолданбағандықтан соусын жасайтын боламыз. Мұнда мен осы тунецтің өзінің майы болады, соус, сол майына шамалы алып, тұз, бұрыш дәміне қарай салатын боламыз. Бұл балық тұз дәмі болғандықтан азап салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алып, осы салатымызға толықтай құйып шығамыз. Осы салатымызды жақсылап араластырып алып, тарелкамызге салып аламыз. Осылай әдемілеп барлығын салып шығамыз. Өте дәмді ПП салат, өте жеңіл, міндетті жасап көріңіздер. Және де осы алдын ала пісіріп алған жұмыртқаларымызды төртке бөліп, үлкенде кусокқа бөліп, айналдыра осы салатымызға қойып шығамыз әдемі. Қаласаңыздар, уақыттап турапты ішіне қосып жіберсеңіздер де болады. Бірақ мен осы әдемілеп қойып шықтым. Мына салатымыз дайын болды. Өте дәмді, міндетті жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де қалауыңызша үстіне көк жуа болсын, петрушка, укроп қалауыңызша сепсеңіздер болады. Және де менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Келесі видеода кездескенше.